Саламатсыздар ма, студенттер? Біз бүгін жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты қайталап өтейік. Үйге берілген тапсырма төлке түріндегі тетіктерді өңдеудің техникалық процесі. Дәл емес тесіктер мен төлкелерді өңдеу. Мына сұлбада көріп отырғандарыңыздай, А сұлбасында тетік, Б сұлбасы бұрғылаумен өңдеу, В сұлбасы кеңейтумен өңдеу. Дәлдігі жоғары тесіктер мен төлкелерді өңдеу. А сұлбасы тетік өңдеу, Б сұлбасы бұрғылаумен өңдеу, В кеңейтумен өңдеу, Г сұлбасында көріп отырғандай зеңкерлеумен өңдеу. Дәл центрленген тесіктер мен төлкелерді өңдеу. А сұлбасында тетік, Б сұлбасында бұрғылаумен өңдеу, В кеңейтумен өңдеу, Г кеулей жонумен өңдеу. Ал жаңа сабағымыздың тақырыбы конустық беттерді өңдеу, конус элементтері. Жаңа сабағымыздың мақсаты білімгерлерге конус және конустық бет туралы түсінік беру. Ақыл-ой өрісін, танымдық және ойлау қабілеттерін дамыту, сабаққа қызығушылықтарын арттыру, өмірге көзқарастарын қалыптастыру, адамгершілікке, әсемдікке тәрбиелеу. Техникада сыртқы және ішкі конустық беттер мен тетіктерді жиі қолданады. Тесіктерді өңдеуге арналған құралдар бұрғы, зеңкерлер, ұңғылағыштар, токарлы, бұрғылайтын, кеңей жону, станок айналдырықтары, жону центрінде екі конустық беттер бар. Конус дегеніміз қажет айналасында үш бұрыштың айналу кезінде жасалған геометриялық дене. Егер толық конустың жоғарғы бөлігін қиып тастаса, онда қима конус жасалады. Қима конустың екі негізі бар: жоғары және төменгі. Конустық беттер мынадай элементтермен сипатталынады. Екі альфа конус бұрышымен, ол дегеніміз бір жазықтықта жатқан екі жасаушының арасындағы бұрышпен. Альфа еңістік бұрышымен, ось пен жасаушы конус арасындағы бұрышпен. У еңісімен, еңістік бұрышының тангенсімен. Егер қима конустың үлкен диаметрі, кіші диаметрі және ұзындығы бергін болса, онда еңісті АБС үш бұрышынан формула бойынша анықталады. Ол дегеніміз У тең тангенс альфа тең үлкен диаметрден кіші диаметрдің айырмасы екі ұзындыққа қатынасын айтамыз. Конустық деп конустың үлкен және кіші диаметрінің оның ұзындығына айырыш қатынасын айтады. К әрпімен таңбаланады және мынадай формула бойынша анықталады. Конустық тең үлкен диаметрдің кіші диаметрге айырмасын ұзындыққа қатынасын айтамыз. Егер У еңісі белгілі болса, диаметрлер ішінен біреуі және конустар ұзындығы белгілі болса, онда екінші диаметр формула түрлендіруіне сай анықтайды. Конустық беттер бар типтік тетіктер. Сұлбада көріп отырғандар: А конустық тісті доңғалақ, Б сұлбасы конусты үңгіш, В сұлбасында токарлы станоктың центрі, Г сұлбасы өтпелі төлке, Д сұлбасында конустық сағалы бұрғы. Конустық беттердің элементтері. Жаңа сабағымызға байланысты видеороликті тамашалаңыздар.
Конус дегеніміз не? Қима конус. Конустық беттердің элементтері. Қима конус формуласы. Конустық дегеніміз не және формуласы. Үйге берілген тапсырма. Конустық беттерді өңдеу, конус элементтері.